Түркияда мысалға ақпаратпен бір-біріне шайқасып жатады адамдар. Мына партияның адамы, мына көзқарастың адамы шайқасып жатады. Бірақ ортақ елге бір қауіп төнген кезде, ортақ бір ұлттық құндылыққа қауіп төнген кезде, солар қалай бірігіп кетеді? Ал біз өкінішке орай болмайтын тақырыптарда бірігіп жүреміз. Біреу ортаға анекдот тастаса, Фейсбукта бәрі соны мысқылдап, консерваторы да, либералы да соның төңірегінде болады. Ал бірақ ел басына қауіп төніп, сонау жақта Борат деген біздің еліміздің атын мазақтап жатса, немесе біздің атымызға байланысты көрші мемлекеттің президенті бір нәрсе айтып жатса, біз бірікпейміз. Бұл біздің құлдық сананың әбден дендеп еніп кеткенінен ба, отарсызданбағандықтан ба, жоқ әлде біздің бағанағы айтқандай көлденең көк аттыға ергіміз келетін ермелігімізден ба, жоқ әлде құндылықтарды ажырата алмайтын бір сараптау қасиетіміздің кемдігінен бе? Енді бұған мен бір сәл күйін өтім. Осы жылдың басында Кореяда болдым. Корея, білесіздер, Жапонияның боданы болған 35 жыл, даже 33 жыл. 33 жыл. Біз болсақ енді білесіздер қай елдің құрамында 300 жыл құл болғанымызды. Сонда кәрістер өздерінің бойында негативін, агрессиясын құл болдық деген комплекс бар. Азиаттықтарымыз бәрімізде сондай бар енді. Жаңағы олармен бәсекеге жұмсаған. Мысалы бір 69 деген үйдің басына апарды, үлкен үй екен, жаңағы сол жерден Сеул әдемі көрінеді. Сол жердің тарихын қарасам 1985 жылы 69 деген зданияны ашқан кезде елдің премьер-министрі, президенті келген. Ол әшейін жай частный бизнес-центр. Сөйтсе не болды десек, 1985 жылы әлгі зданияның биіктігі Токиодағы ең биік үйден 1 метр жоғары болғанда, бүкіл халық болып тойлаған. Біз жапондардан 1 метр жоғары үй сала алдық деп. Біз жапонның телевизорынан 1 миллиметр жаңағы жұқа телевизор жасай алдық деген секілді. Яғни айтайын деп отырған жаңағы біздің бойымыз, біздің жаңағы әлі өзімізді бір мемлекет ретінде сезіне алмауымыз, бір идеялар тұрғысында бір тұтаса алмауымыз ше. Алдымен мына өзіміздің қазір бойымызда тұнып тұрған бір не бар ғой? Негатив дейміз ба, бір жаңағы ашу дейміз ба, бая бір орындалмай қалған арман дейміз ба, соның бәрін жіберіп қазіргі психологтардың тілімен айтқан кезде, отпустить былайша айтқан кезде, әлде соны бізге қозғаушы күш ретінде қолдану керек. Мысалы, бәсекеге, өз-өзімізді шыңдауға, құл болдым жарайды, енді давай осы ел үшін тұрып бер. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, тәлім трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store, Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.